Кейde bolmaşı kömek. Bir ömürді құтқарады. Bir күні Марк мектептен қайтып келе жатты. Алдында келе жатқан бір бала сүрініп кетіп, қолындағы барлық кітаптарын, екі жемпірін, бейсбол таяғын, қолғапты және шағын магнитофонды жерге шашып алды. Марк кідіріп тізерлей отырып оған көмектесе бастады. Жолдар бір болған соң, Марк оның заттарының бір бөлігін көтеріп жүруге ұсыныс жасады. Жол бойы Марк оның аты Билл екенін, бейсболды, видео ойындарды және тарихты жақсы көретінін білді. Бірақ басқа пәндерден артта қалып жүр екен. Жақында сүйіктісімен де ренжісіп қалыпты. Билл өзінің жолы болмайтын лузер екенін айтты. Билл үйіне жеткен соң Маркты ішке шақырып Кока-кола ішіп, бірге теледидар көруге ұсыныс жасады. Олар бір күнді бірге көңілді өткізіп, күліп, әңгімелесіп, достасып кетті. Сол күннен бастап олар мектепте жиі кездесіп, кейде бірге таңғы ас ішіп, кейде сабақтан кейін бірге қайтатын болды. Жылдар өтіп, мектеп бітірерге 3 апта қалғанда Билл бір әңгімені еске салды. Марк, сен ешқашан ойланып көрдің бе, неге мен сол күні соншама көп затты мектептен алып шықтым? Марк таңданып қалды. Мен ол күні өзімнің мектеп шкафындағы барлық затымды жинап шыққанмын. Себебі, енді мектепке қайтып келмеймін деп шешкен едім. Түнде анамның ұйықтататын дәрілерін жастығымның астына тығып қойғам. Үйге сол күні оралып, өмірмен қоштаспақшы едім. Бірақ біз сол күні бірге күліп, сөйлесіп, достасқаннан кейін, мен өмірде әлі де тамаша сәттер болуы мүмкін екенін түсіндім. Егер өзіме қол салсам, соның бәрінен айырылар едім. Білесің ба, Марк? Сен сол күні менің өмірімді құтқардың.